Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба разияллаху анху бұл пайғамбарымыз мындай деп айтқан: "Ман ла ястахи минан нас, ла ястахи миналлах" дейді. Кімде кім инсандардан ұялбаса дейді, ал адам Алладан дағын ұялбайды дейді. Адам баласынан ұялбаған инсан, ал Құдайдан дағын ұялбайды деп Абдуллах ибн Мас'уд ең бір чоң сахабалардың біреусі ошындай деп айтып кеткен. Ошондуктан біз Құдайдан ұяламын, пендеден ұяттың керегі жоқ. Пендені аяққа жейіштіріп қой. Жолысы пендеден ұялсаң, сен пендені өзіңе Құдайға шерик қылып атасың, ширк болады деп айта тұрған болса, бұл еш қашан тура емес. Ошондуктан улуу сахаба ушул уяттуулук жөнүндө эмне дейт? Алладан уялган адам адамдардан дагы уялыш керек дейт.